математика сабақты бастаймыз. Көңілге қандай? Жақсы. Көңіл-күйімізді бір көтеріп қояйық. Кәне орнымыздан тұрайық. Мәдени мұра дегеніміз не? Бабаларымызда келе жатқан тарихи ескерткіштер. Тағы да? Жақсы. Айта ғой. Халық ауыз әдебиеті. Тағы да? Қару-жарақтар. Тағы да? Ұлттық ойындар. Мержан. Салт-дәстүрлер. Жақсы. Халық ауыз әдебиетіне нені жатқызамыз? Мақал? Мәдениет. Енді біз нелерге қарап, суретке қарап, мақал мәтін құрастырайық. Бірінші суретке қарап, кім мақал мәтін құрастырады? Ал айта ғой. Саулық сақтықта. Екіншісін кім болса? Айта ғой. Денсаулық кепіл. Жақсы, Жансая. Жақыныңа жанашыр бол. Жақсы. Тағы да Арман. Спорт денсаулық кепіл. Жақсы, келесі. Аян. Нұрай айта ғой. Сән болса сән жүресің. Жарайсың, келесі. Кім айтады? Айта ғой. Сақтансаң сақтайды. Тамаша, керемет, жақсы жауап бердіңдер. Балалар, өткен сабақта бір пысықтап алайық. Бөлу амалын орындау үшін біз нені білуіміз керек? Бірінші томсыз бөлгішті анықтап алуымыз керек. Жақсы, айта ғой. Екінші бөлінудің мәніндегі цифрлар санын анықтаймыз. Жақсы, келесі. Томсыз бөлінгішті бөлгішке бөлеміз. Жақсы. Қалдық бөлінгіштен кішкентай болса, ол дұрыс орындалғанын білдіреді. Жақсы. Бөлінгіштің келесі цифрын қалдықтың қасына түсіреміз. Жақсы, келесі. Бөлінгіштің барлық цифрлары аяқталғанша бөлуді жалғастыр. Тамаша, өте жақсы жауап бердіңдер. Балалар, бөлу алгоритмін есімізге түсірейік. Бірінші бізде 325 бірлік. 325-ті біз 65 санына бөлуіміз керек. Бөлу амалын орындамас бұрын біз нені білуіміз керек еді? Бірінші, толымсыз бөлінгішті анықтап аламыз. 32 онды 65 ондыққа жетпейді. Сондықтан біз 325 бірліктен қайырамыз. Енді келесі 325 бірлікті 65 ондыққа бөлеміз. Яғни 325 бірліктің ішінде 65 5 рет кездеседі. 5-тен береміз. 5-ті бірлікке көбейтеміз, мәнін жазамыз. 5-ті ондыққа көбейтеміз, ондықтың астына жазамыз. 116 санын 22-ге жазбаша орындайық. 11 онды 22 ондыққа жетпейді. Сондықтан 116 бірліктен қайырамыз. 116 бірлікті 22-ні бөлеміз. 116-ның ішінде 22 5 рет кездеседі. 5-ті жазамыз. 5-ті ондыққа бірлікке жеке-жеке көбейтіп, мәнін жазамыз. Азайтамыз. Бізде қалдық 6, қалды. Енді тексереміз. Тексеру үшін 22 бөлгішті бөліндінің мәніне көбейтіп, қалған 6 қалдықты қосамыз. Бірінші тапсырма. Қалдықпен бөлуді орында. Барлық қалдықтардың қосындысын тап. Шыққан санды 1978 санына арттырсаң, Нұр-Сұлтан қаласындағы Еуразия ұлттық университетіне қай жылы Лев Гумилевтің аты берілгенін білесіңдер. Бірінші, бөлгіш, бөлінінің мәні, қалдықтардың қосындысын табамыз. Кәне, алдарына тапсырма берілді. Кәне, іске сәт, орындаңыздар. Барлық бөліндінің мәнін тауып, қалдықты тауып, қалдықтарды қосып, 1972 санына қосамыз. Сонда бізде Нұр-Сұлтан қаласындағы ең алғаш Еуразия ұлттық университетіне Лев Гумилевтің аты қай жылы берілгенін білесіңдер.
екінші бөлінгішіміз ол 242. Бөлгішіміз 9, бөліндінің мәні 26, қалдығы 8. Екінші бөлінгішіміз 97, бөлгішіміз 7, бөліндінің мәні 13, қалдық 6. Бөлінгіш 83, бөлгіш 8, бөліндінің мәні 1, қалдық 3. Бөлінгіш 96, бөлгіш 5, бөліндінің мәні 19, қалдық 1. Бөлінгішіміз 103, бөлгішіміз 8, бөліндінің мәні 12, қалдық 7. Бөлінгіш 92, бөлгіш 8, бөліндінің мәні 11, қалдық 4. Қалдықтардың қосындысы 8, қосындысы 29. 1972-ге 29-ды қосқанда 2001 шықты. Демек, қай жылы берілген екен? 2001 жылы. Тамаша. 214-ті бөлеміз 7-ге. Бірінші толымсыз бөлінгішті анықтап аламыз. Дұрысын, қаттырақ шығара ғой. 200-діктен қайырсам жетпейді, сосын 21 ондықтан қайырам. Екінші толымсыз бөлінгішті бөлімдінің мәніндегі цифр санын анықтаймын. Үшінші бөлінгішті бөлгішке бөлемін. Жақсы. Мәнін қайда жазамыз? Мәнін қайырған санның астына жазамыз. Таңбаны қойып азайтамыз. 0. 4 бірлікті жанына түсіремін. 4 7-ге жетпегендіктен 0-ден беремін. Көбейтіп санның астына жазамын. Қанша қалдық болды? 4 қалдық. Жақсы жаза ғой. Бөлінінің мәнінің қасына жазып қой ғой. Енді қалай тексереміз? Бөлгішті бөлімдінің мәніне көбейтіп қалдықты қосамын. Бөлгішті бөлімдінің мәніне көбейтсек 210 болады, оған қалдықты қоса 214. Демек, Жансая, бөлгіш табу үшін не істейді екенбіз? Бөлгішті бөлімдінің мәніне көбейтіп, қалдықты тапсақ не шығады екен бізде? 214. Яғни бөлгіш шығады екен. Жақсы, отырағы өте. Төртінші мысал, жеке жұмыс. Бізде сандар берілген 234, 624, 972, 573. Осы сандардың қосындысын жазамыз. Шыққан мән 3-ке, 9-ға бөліне ме? Не жоқ, жауап береміз. Кәнес кесат. төрттің қосындысы 9. 3-ке бөліне ме? 9-ға бөліне ме? 624-тің қосындысы 12. 3-ке бөліне ме? 9-ға бөліне ме? Жоқ. 972-ның қосындысы 18. 3-ке бөліне ме? 9-ға бөліне ме? 573-тің қосындысы 15. 3-ке бөліне ме? 9-ға бөліне ме? Жоқ. Тамаша, және жарайсың. Мен бір аларғанша көбейту кестесін білемін, көбейтудің компоненттерін білемін, бөлу алгоритмін білемін, көп таңбалы сандарды бір таңбалы санға көбейту мен бөлуді білемін, көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға көбейту мен және бөлуді білемін, көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға қалдықпен жазбаша бөлуді білемін. Жақсы, жарайды, жабыстыра ғой.
жабыстыра қой. Данияр келе қой. Оқисың ба, оқи қой. Маған сабақ қатты ұнады, бәрі де маған сүйікті. Жақсы, іле қой. Дана келе қой. Кел, жылдам. Арағашты сақтаймыз, бірақ тез еделеміз. Ал, Дана, оқи қой. Маған бұл сабақ өте ұнады, бұл өте күшті сабақ болды, маған сабақ түсінікті. Жақсы, түсінікті болса, өте керемет. Жақсы балалар.